Ольга Баделька, Анна Музычук, Кипр, FIDE Women's Grand Prix. D4, D5, ATF, ATF6, E3, E6, PIL D3, C5, B3. Kolle jүйесі немесе цукерторт бастамасы. AC6, PIL B2, B6 рокировка, PIL B7, ат B D2 және PIL D6. Бұл жерде мына негізгі орталықты бақылауда ұстау керек. Сол себепті атты негізгі орталыққа қойдым. Рокировка және A3. Өйткені болашақта ат B4 және ат D3 деп сіздің піліңізге шабуыл жасауы мүмкін. Ат E7, Гарри Нельсон Пилсберидің маневры, уәзір E2, уәзір C7 және F4. Мынау Гарри Нельсон Пилсберидің сақинасы деп аталады. Атты негізгі орталыққа қоясыздар, оң жақтан және сол жақтан оны қорғайсыздар. C8 алдық және C4. C4 негізгі орталыққа шабуыл жасаудың амалы. Ат негізгі орталыққа келді, алдық және ат D2. Ештеңеден қысылмай, ол деген арғарай мына E6-дағы сарбазды алды. Ештеңеден қысылып тұрған жоқ, өйткені ат негізгі орталықта тұр, піл қарап тұр мына жерге, содан кейін мынау да мына жерге қарап тұр, мынау да мына жерге шабуыл жасап тұр. Тамаша. Және осы жерде Анна Музычук қателесті, ол деген атты негізгі орталыққа қойып, осылай қателесті. Былай қарасаңыздар, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 бар болған. Бірақ сонда да ат F7 қомағалар қатарына кірдік. Аттың қаншалықты қауіпті екенін сіздер көріп тұрсыздар. Ат F5, піл C4 болашақта мынандай іс-әрекеттерді жүзеге асырудың амалы және қарсыласқа шабуыл жасау. Піл E7 тағы да бір рет қателесті. Көрдіңіздер ме? Мысалы, ат E4 мына жерде қателесетін болса, енді екінші рет піл E7 деп қателесті. Уәзір G4 біріншіден мына жерге шабуыл жасау, екіншіден болашақта мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Ат D6, тура D1, мына Капабланканың атын көзін жойсақ, онда мына G7-дегі сарбаздың түбіне жетеміз. Алдық, шах, патша F8 және тура D6. Бәрібір мына Капабланканың атын жек қойды. Уәзір D6 амал жоқ, уәзір F5. Енді 1, 2, 3, 4 және 1, 2, 3, 4. Бірақ қарсыластың патшасы нашар, мына жерге шабуыл жасап тұр, уәзір деген қомағалар қатарына кіргісі келіп тұр, жағдай өте қиын. Уәзір D2, тура F2, шах, піл F1, бір нәрседен қорқыты ма, түсінбедім енді. Уәзір B3, уәзір H7 қомағалар қатарына кірдік, уәзір G8 деген әрекетті жүзеге асырғымыз келіп тұр. Піл F6 алдық, және уәзір G8 осымен ойын аяқталды. Өйткені бұлай жүресіздер, бұлай жүрген кезде шах дейді, уәзірге айналдырады, мына жерге шабуыл жасайды, және мына уәзірді жек қояды. Не айтуға болады? Ольга Бадельканың керемет партиясы деп айтуға болады. Ақтар жеңді, қаралар жеңілді.